Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Табиғатты пайдаланудың ұйымдық құқықтық негіздері және биоалуандылықты басқару модулінде табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері пәні бойынша бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Қазақстан Республикасының экологиялық функциясы. Мақсаты Қазақстан Республикасының экологиялық функциясы туралы білім беру. Күтілетін нәтиже Қазақстан Республикасының экологиялық функциясын біледі және түсіндіреді. Экологиялық функциялардың түрлерін анықтап сипаттайды. Мемлекеттің экологиялық функциясын жүзеге асырудың ұйымдастырушылық әдістерін талдайды. Тақырыпты меңгере отырып сен білетін боласың. Қазақстан Республикасының экологиялық функциясын, экологиялық функциялардың түрлерін, мемлекеттің экологиялық функциясын жүзеге асырудың ұйымдастырушылық әдістерін. Мемлекеттің алдында тұрған міндеттерді шешуге бағытталған нақты қызметі мемлекеттің функциясы деп аталады. Мемлекет өз функцияларын жүзеге асыра отырып, түрлі бағыттық, сондай-ақ қоғамдық саяжайларды шешу мақсатында қоғамдық қатынастарға ықпал ету қабілетін іске асырады. Мемлекеттің әрбір функциясында өзінің әсер ету объектісі мен мазмұны бар. Мемлекеттік ықпал бағытталған қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласы объект деп аталады. Функциялары әртүрлі негіздер бойынша түрлерге бөлінеді. Бірінші, саяси бағыты бойынша ішкі, сыртқы. Екінші, жүзеге асыру уақыты бойынша мемлекет дамуының барлық кезеңдерінде жүзеге асырылатын тұрақты, мысалы елдің сыртқы шабуылдан қорғанысы. Және осы функция жойылып бара жатқан қандай да бір ерекше жағдайлардан туындаған уақытша, мысалы табиғи апат салдарын жою. Және де үшінші түрі қоғамдық өмірдің негізгі салалары бойынша экономикалық, экологиялық, әлеуметтік, саяси және рухани саладағы. Кез келген мемлекеттің ішкі және сыртқы функциялары тығыз байланысты. Өйткені сыртқы саясат көбінесе осы мемлекеттің өмір сүруінің ішкі шарттарымен айқындалады. Қазіргі әлемде әртүрлі мемлекеттер өз күштерін біріктіретін функциялар үлкен маңызға ие. Олардың бірі экологиялық функция, яғни адамдардың табиғи жағдайларын қорғауға, қалпына келтіруге және жақсартуға бағытталған қызмет болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекетінің экологиялық қызметінің табиғатын, мәнін және мазмұнын түсіну, қоғам мен мемлекеттің арақатынасы тұрғысынан экологиялық құқықты дамыту мен іске асыру үшін кейбір экологиялық маңызды ережелерді ескеру қажет. Мемлекет жүргізіп отырған экологиялық саясат оның экологиялық функцияларын іске асырудың құралы болып табылады. Мемлекеттің экологиялық функциясы деп мемлекеттің қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы орнықты дамуды қамтамасыз ету жөніндегі оның экологиялық стратегиясын іске асыруға негізделген және халықтың көп бөлігінің мүдделерін білдіретін объективті негізделген қызметін түсінеді. Мемлекеттің экологиялық функциясы өзінің мазмұнына мемлекет меншігіндегі табиғи ресурстарды қоғам мүддесінде билік ету жөніндегі қызметті, сондай-ақ табиғи ресурстардың сарқылуын алдын алу мақсатында олардың ұтымды пайдалануын қамтамасыз етуге, қоршаған ортаны оның жай-күйінің тозуынан қорғауға, жеке және заңды тұлғалардың экологиялық құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауға, қорғауға бағытталған қызметті қамтиды. Функцияны жүзеге асыру бұл қоғам мен мемлекеттің алдында тұрған белгілі бір жалпы міндеттерді шешу бойынша практикалық қызмет. Экологиялық функцияны жүзеге асыру үшін мемлекет әртүрлі тәсілдерді пайдаланады. Осы функцияны іске асыру үшін құқықтық және ұйымдастырушылық әдістер қолданылады. Мемлекеттің экологиялық функциясын жүзеге асырудың ұйымдастырушылық әдістеріне экономикалық шараларды қабылдау, табиғаттың шекті рұқсат етілген ластануын нормалау, табиғи ортаны қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау, экологиялық сараптама жүргізу, экологиялық сертификаттау, мониторинг, экологиялық бақылау және тағы басқа жатқызылады. Ал енді балалар, бүгінгі тақырып бойынша сіздер Қазақстан Республикасының экологиялық функциясын, экологиялық функциялардың түрлерін,
мемлекеттік экологиялық функциясын жүзеге асырудың ұйымдастырушылық әдістері туралы білдіңіздер. Енді осы тақырып бойынша сіздерге тапсырма беріліп отыр. Бірінші тапсырма – бекіту сұрақтарына жауап беру. Бекіту сұрақтары бұл мемлекеттің функциялары дегеніміз не? Мемлекеттің экологиялық функциясын жүзеге асырудың ұйымдық әдістеріне не жатқызылады? Мемлекеттің экологиялық функциясын жүзеге асырудың құқықтық әдістеріне не жатқызылады? Төртінші сұрақ, мемлекеттің функциясын жүзеге асырудың мәні неде? Және де тест тапсырмалары беріліп отыр. Осы екінші тапсырма тест тапсырмаларын орындау. Құрметті студенттер, сіздер жіберген тапсырма бағалау критерийлері арқылы бағаланып отырады. Лекция және бейне сабақ бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Орындалған тапсырмаларды Платонус платформасына жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.